машина барып кетеді орнатуға. Bir prova çalmayıp oldu. Бір былай ғой 2000 теңгенің суспеновкасы мейлі 5000 ақ болсын да бір кішкентай мынандай ғана детальда соны әкеледі 10 минуттың ішінде ана жерге қыстырып береді, бірақ ол жаңағы мыңбай айтқандай бір қатты жерден 2 секірсең ана түсіп қалады. Қағаз міне 2 минутте әшейін қол қойып беретін қағазды қазір 50.000 теңгеменен сертификат соответствие беріп жатыр. Ол қай мемлекетте болса да ол 3000 теңге 2000 теңгеден аспайтын дүние. Или 1700 теңге. Бұл жерде сертификат соответствие деген мынандай ғой, кәдімгі техосмотр бар емес. Кәдімгі мына машина, кәдімгі қазір бар Любой машина өткізу. азанда барып қарасаң, қазір бұл мына Грузиядан келген қазір бір машинаны кіргізеді. Сертификат соответствие деген сенің машинаның технический обслуживаниесі, ол техосмотр. Иә. Сен жылы жаңа 15-17 жылғы машина әкеліп өткізіп тұрсың. Соған мысалы сертификат соответствие біздің қазіргі өзі біздің тілмен айтқанда техосмотр ғой. Соған 50-60 мың теңге еще оған суспеновка орнатса 200 мың, 250 мың, короче. Сөйтіп барып саған сертификат соответствие береді. Ал қасыңнан сен осы қазақстан учетпен ана Ниваны 87 жылғы Нива. Қазір 4000 теңге төлейді. Оның неше түрлі нелері жетпейді оны жоқ. Қайықтан мынау? Мынау деген таза кәдімгі. Былайша айтқанда Таза коррупция. Мысалы менен 280 алып. Сол мен жаңа айқай шығарып едім 20 мың қайтып. Бұл жерде чек бермегеннен кейін базар болып тұр ғой. Мен бір үлкен кісінің заказынан әкеліп тұрамын мына дейді да. Онда суспеновка керек емес деп. Только сертификат соответствие жүрген. Коллективный жазасыздар ғой. Жоқ, ол үшін бәрі бір болса. Келесі есіктен кіріңіздер, сояққа барайық. Арызға барлығын көрсетесіздер. Сосын былай, суспеновка істемейді. істемейді сол. Бұл жердегі мақсат Бұл ол істемейді. қайтадан кері қарай өткізіп ана ақшаны қайтартқызу бұл жердегі. Сөйту иә. Бәрін арызға көрсетесіздер. Болды.